Қымбатты достар, мен бүгін ірімшік қосылған нан әзірлеймін. Демалыс күні дайындап, отбасыңызбен бірге шай ішсеңіз, соған жететін не бар. Алдымен біз қамыр дайындаймыз. Ол үшін жарты стақан жылы сүтке 1,5 шай қасық құрғақ ашытқа қосып, жақсылап араластырамыз. 1 жұмыртқа, 1 ас қасық қант, аздаған тұз, 1 шай қасық ванильді қант қосып араластырамыз. 2 стакан ұнды бөліп салып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз тым құрғақ болып кетсе, 1-2 қасық сүт қосуға болады. 2 ас қасық сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Үстелдің үстіне қойып, иі қанғанша жақсылап уқалаймыз. Қайтадан ыдысқа салып, салафан қалтамен жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Қамыр 2 есе көтерілуі тиіс. Үстелдің үстін аздап майлап, қамырды иі қандырып, біраз уқалаймыз. Қамырды ұзынша етіп бұраймыз. Бірдей етіп 10 бөлікке бөлеміз. Қамырды, яғни бөліктерді шар тәрізді етіп илеп, алдын ала майланған табаға саламыз. Арасын 5 см ашық қалдырамыз. Нанның көлемі 2 есе өседі. Табаның бетін орамалмен жауып, 10-15 минутқа қалдырамыз. Енді ірімшікті қоспаны дайындайық. Ол үшін 1 стақан ірімшікті елегіштен өткізіп, 1 жұмыртқа қосамыз. Жақсылап араластырамыз. 1,5 ас қасық қант, тұз, 1 шай қасық ванильді қант, 1 шай қасық ұн қосып, бәрін мұқият араластырамыз. Сонымен қоспамыз дайын. Көтерілген қамырдың ортасын стақанның көмегімен тереңдетеміз. Әрбір бөлігіне 1 ас қасық қоспадан қосамыз. Бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Нанның жиегіне сарыуызды мұқият жағып шығамыз. Пешті 200 градуста қыздырамыз. 15 минутта піседі. Нанымызды тордың үстіне қойып, суытып аламыз. Астарыңыз дәмді болсын.